Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше тағам түрі корндоктың рецептісін ұсынамын. Бұл өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажет ингредиенттер: 1 пачка сосиска, 100 грамм ұн, 50 грамм сүт, 2 ас қасық шекер, 1 дана жұмыртқа, жарты шай қасық қопсытқыш, шым тұз, қуыруға күнбағыс майы және де шпажкалар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін ыдысқа жұмыртқа, шекер, тұз салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Үстіне сүт құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнға қопсытқыш қосып, араластырып, ыдысқа аз-аздан салып отырып, жақсылап араластырамыз. Қамырдың консистенциясы осындай болады. Мінекей біздің қамыр дайын. Сосискаларды қағаз сүлгімен құрғатып аламыз. Әрбір сосисканы видеодағыдай шпажкаларға түйреп шығамыз. Сосискаларыңыз үлкендеу болса, 2-ге бөлсеңіз болады. Сосискалар батып тұратындай етіп күнбағыс майын құямыз. Қатты отта қыздырамыз. Қамырды үлкендеу стаканға құйып аламыз. Сосискаларды қамырға батырып аламыз. Енді қызған майға салып, шпажкаларынан айналдырып тұрып, қызарғанша қуырамыз. Осылай барлығын қуыратын боламыз. Достар, бізде корндок дайын. Түрлі соустармен ұсынсаңыздар болады. Өте оңай, әрі дәмді рецептті міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше.